4 года даем. 4 года? 4-6, да. В течение 6 лет выиграли Дастан Лигу чемпионов? Хорошо запомню эту историю. Freedom QG лигадағы әрбір сәт тарих. Өйткені мұндай жоба Қазақстанда бұрын соңды болмаған. Ал QG лигада бірнеше жыл тер төккен Дастан Сәтбаев қазақ футболында болмаған тағы бір тарихи оқиғаның басты қаһарманы. Дастан Алматының қайратынан Лондонның Челсиіне кетіп барады. Және топ 5 лигада ойнаған алғашқы қазақ атануы бек мүмкін. Дастан 8 жасында Қайрат академиясына келген сәттен-ақ қабілетін паш етіп, алаңда өзін суда жүзген балықтай сезінді. Ал 2023 жылдан бастап Freedom QG лигада бақ сынады. 14 жасында мергендігімен көзге түсіп, лига тарихындағы ең жас гол авторы болды. Алғашқы маусымында 16 матчқа қатысып, 7 гол соқты және 3 нәтижелі пас берді. Сондай-ақ Қайратпен бірінші маусымның чемпионы атанды. 2024 жылы QG лигада 12 матч өткізіп, 19 гол соқты және 7 нәтижелі пас берді. Алматылықтар сол маусымда да топ жарып, Дастан маусымның қорытынды кешінде ең үздік ойыншы атағына қол жеткізді. Сондай-ақ All Star матчында Црвена Звезданы 2-0 есебімен жеңген кезде 1 гол соқты. Жалпы QG лигадағы 2 маусымында 28 матч өткізіп, 2 дүркін чемпион атанды, 26 гол соғып, 10 нәтижелі пас берді. Жарқын өнерімен көзге түсіп, 100 сәтті дриблинг жасады. Сондай-ақ дөрекі емес таза футбол ойнап, бар жоғы бір сарғы қағаз алды. 2024 жылы Қайрат жастар сапында 1-ші лигада да ойнады. Ал сол жылдағы ең бастысы 15 жасында Қайраттың негізгі командасы сапында алаңға шығып, клуб тарихындағы ең жас ойыншы атануы. 2024 жылы жазда Дастан Қайрат U17 мен Швейцариядағы халықаралық турнирге қатысты. Және сол жақта Еуропа клубтарының қызығушылығы арта түсті. Ал 2024 жылы қараша айында Челсиге 2 апталық қаралымға барды. Бастапқыда U16 сапында болып, кейін бірден U19-ға ауыстырыпты. Және сол жақта бір емес 3 гол соққан. Бұл қаралым Дастан үшін де, қазақ футболы үшін де сәтті өтіп, 2025 жылы ақпан айында Сәтбаевтың Челсиге ауысатыны ресми хабарланды. Ғажап жаңалықтан кейін Дастан 2025 жылғы маусымды керемет бастады. Қазақстан премьер-лигасындағы алғашқы матчында Астана қақпасының торын тулатты. Және Қайрат сапында гол соққан ең жас ойыншы атанды. Содан кейін 16 жасында Қазақстан ұлттық құрамасына шақырту алып, Уэльске қарсы матчта дебют жасады. Және құрама тарихындағы ең жас ойыншы болды. Ал құрамадағы алғашқы голын 2025 жылы қараша айында Бельгия қақпасына соқты. Бұл да рекорд. Астанға дейін ешкім 17 жас 3 айында Қазақстан құрамасының сапында гол соқпаған еді. 2025 жылғы маусымның қорытындысы бойынша Дастан премьер-лигада 14 гол соғып, 6 нәтижелі пас берді. Сондай-ақ Қазақстан футбол федерациясының нұсқасы бойынша сол маусымның үздік ойыншысы атанды. Ал 2025 жылдағы ең айтулы оқиғалардың бірі Қайраттың Чемпиондар лигасына шығуы. Дастан Копенгагенге қарсы матчта көзге түсіп, Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде гол соққан алғашқы қазақстандық ойыншы атанды. Ең жас гол авторлары бойынша тек Ансу Фати мен Ламин Ямальдан қалып, 3-ші орынға жайғасты. Сәтбаев 2026 жылға КПЛ маусымында тамаша бастап, 15 матчта 7 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді. Бірақ бұл нәтижесін ары қарай жақсартылмайды. Өйткені одан да биік белестерді бағындыру үшін Челсиге кетіп барады. 17 маусым күні өткен Қызылжарға қарсы ойында Дастан Қайрат клубымен және жанкүйерлермен қош айтысты. Және қоштасу матчында дубль жасап, бұл жорығын сәтті түйіндеді. Дастан әкесінен дарыған жылдамдығы мен еңбекқорлығының арқасында әлі талай додада топ жарады. Өзі қатты құрметтейтін Лео Месси секілді жаһанға мәшһүр футболшы болуына тілектеспіз. Және QG лиганың да мансабының бір бөлігі болғанына, аз да болсын септігінің тигеніне шын қуаныштымыз. Тұманда Альбиондағы мансабың ашық әрі жарқын болғай. Қайраттың Дастаны қазақтың баласы.